Ассалаумағалейкум. Егер де осы видеоны көріп отырған болсаңыз, мен сіз үшін өте қуаныштымын. Себебі трейдингте именно how USD-де 90-95% жағдайда орындап беретін бір стратегияны сізбен тегін бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз. Жалпы бұл стратегия кімдерге арналған? Трейдингте алтында сауда жасап жүрген, бірақ та минустан көз ашпай, депозитін сливать етіп алып жүрген адамдарға идеально көмектесетін стратегия. Өзімді таныстыратын болсам, есімім Нұрислам Пайысхан, жалпы трейдинг саласында 2 жыл опытым бар. Осы 2 жылдық тәжірибеде дәл осы өзім қолданып жүрген стратегиямен, рабочий стратегиямен қазіргі таңда тегін сабақта бөлісетін боламын. Бұл стратегия бізде қазіргі Smart Money, СНР, Малайзия, тағы қандай бар, Ташкентский деп аталатын стратегия сияқты емес, өте ерекше, бірақ олардан қарағанда жеңіл, қарапайым, тез үйреніп алатын, әдемі орындап беретін керемет стратегиялардың бірі. Атауы оның small volumes деп аталады. Ендеше мен сіздерге қазір осы стратегияны қалай болады ережелерімен таныстырып, барлығын практикада көрсетейін. Кеттік ендеше. Ал достар, бұл стратегиямызды біз MetaTrader 5 приложениясымен жасаймыз. Міне экранда көрініп тұрғандағыдай MetaTrader 5, мынау бір жерде бізде Exxon деп тұрған, ол біздің брокеріміз, брокерлік шотпен MetaTrader 5-ті біз қосу арқылы біз MetaTrader сауда жасаймыз. Көбісі кейбір адамдар Capital.com приложениясымен де сауда жасап жатады, но Capital.com приложениясы алтында сауда жасауға мүлдем келмейді, ыңғайсыз. Ол бөле акциялармен сауда жасағанға ыңғайлы. Егер Capital.com мен алтында сауда жасап жүрген болсаңыз, тезірек MetaTrader 5 приложениясіне көшкеніңіз өзіңізге дұрыс болады. Ал ендеше біз стратегияны полный мен сіздерге үйретейін, қазір көрсетейін. Егер де, кстати, MetaTrader 5 және брокерлік шоттермен регистрациялауымыз керек болса, маған жазыңыз, дайректке жазсаңыз болады, мен сізге ол жағынан көмектесемін. Так, міне MetaTrader 5 приложениясын скачать етіп алғаннан кейін біз осыған кіреміз. Приложенияға чарты дегенге бізде свечалар тұрады. Енді бұл стратегиямыздың біздің атауы small volumes деп аталады. Бұл стратегия бізде volumes, яғни объемдармен жұмыс жасалынады. Бізде қазір экранда көрініп тұрғандарыңыздай тек қана свечалар тұр. Қазір біз осы графикімізге объемдарды қосатын боламыз. Ол үшін бізде қосу үшін мына жерде жоғарғы жағында F деген сияқты болып тұрады ғой. Android телефонда да N деген сияқты болып тұрады, өзі жоғарғы жақтарында, тура ортасында тұрады. Сол ортасындағысын басамыз, главный график дегенге кіреміз. Осы жердің ішінен біз volumes дегенді таңдаймыз. Volumesті таңдаймыз. Одан кейін стиль дегенге, увеличение значения дегенге былай жылжытып шығамыз. Сіздерде үстіп шығып тұру мүмкін, егер бірінші рет қосып тұрған болсаңыздар. Осылай жылжытамыз. Мынанда уменьшение значения сіздерде оң жағында тұрады, онда оңға қарай жылжытып полный қойып шығамыз. Сол кезде готово, міне бізде объемдарымыз шықты. Енді бұл стратегия бізде объем инструменті және Fibonacci инструмент арқылы жасалынады. Біздің Fibonacci'міздің настройкасы мынандай Fibonacci болады, достар, мен қазір көрсетейін. Осындай уровендерден құралған Fibonacci настройкасы. Егер қазір сізде бұндай уровень болмауы мүмкін, ол бұндай уровеньге қою үшін мен қазір оны да көрсетіп жібере салайын. Ол үшін біз Fibonacci'ні басамыз да. Fibonacci'мізді басамыз. Осы жерге луч вправо деген тұрады. Көрдіңіз ба? Луч вправо AOS. Потом уровни деген жерге оң жақ беттерінде бізде уровнилар тұрады. Яғни уровендерге біз 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 деген уровендерді қойып шығамыз. Қалғандарын удалить етіп тастаймыз былайынан. Егер Android телефон болса, сол жақ қатарға уровендерді жазасыздар. Сол жақ қатарға. Ал iPhone-дарға өзі оң жақ қатарында дәл осылай 0, 0.25, 0.5, 0.75 деп қойып шығамыз. Ал мына бетіне, сол жағы бетіне процент и долларды қойып шығамыз. Неге? Потому что осы процент доллар қойған кезде каждый Fibonacci'дің уровендерінде бағасын көрсетіп тұрады. Бұл қай бағада жүргенін. Одан кейін стильді жылжытсаңыз да болады, ортаңғы сызық деген секілді. И готово. Готовын басқаннан кейін міне дәл осындай уровендер сіздің де телефоныңызда шығатын болады. Дәл осындай Fibonacci настройкасымен жасаймыз біз және объемдармен жасаймыз. Ендеше кеттік, стратегиямызға көшейік. Мына жерде бізде, кстати, таймфреймдер тұрады, 15 минут, 30 минут, 1 сағат деген сияқты. Яғни таймфрейм деген қысқа нұсқа айтатын болсам, мынау бір свечаның 1 сағаттағы көрінісі. Мына свеча, міне осы 1 сағаттан кейін келесі свеча шығады. Мен H4-ке қойдым ғой, яғни 4 сағат. Келесі мына жерде уақыты тұрады, 1 сағат 26 минуттан кейін келесі свеча шығады деген сияқты. Таймфрейм деген қысқа нұсқа айтатын болсам, осылай.
мына жерде 1 минут, яғни 1 минуттағы мына свечаның қозғалысы. Ал ендеше кеттік стратегиямызға келетін болсақ, бұл стратегия бізде 30 минуттық таймфреймде жұмыс жасалынады. Ол үшін біз 30 минуттық таймфреймге қоямыз. 30 минуттық таймфреймдерге және объемдармен біз жұмыс жасайтын боламыз. Мен қазір өткенгі архивтерге немесе осы жерлерге келіп көрейік. Біз бұл жерден іздейміз кіші қызыл объемды ең алдымен. Кішкентай қызыл объемды. Кіші қызыл объемды іздейміз, одан кейін барып бізде подтверждающий объемға қараймыз. Мысалға бізде кіші қызыл объем міне. Мына жерде кіші қызыл объем тұр. Көрдіңіздер ме міне? Кіші қызыл объем бірінші ережесі, екінші ережесі, сол кіші қызыл объемнан кейін, кемінде бір жасыл объемнан кейін, осы қызыл кіші объемнан міне, осы қызыл кіші объемнан үлкенірек, бір жасылдан кейін бір үлкенірек қызыл объем шығады. Кемінде бір жасыл. Одан кейін 5-6 жасылдан кейін үлкен қызыл шықса да бола береді, онда ешқандай проблема жоқ. Мына жерде міне бір қызыл объемымыз бар, 1 2 3 4 5 жасылдан кейін үлкен қызыл объем бар. Бұл объем біздің подтверждающий объем деп аталады. Яғни міне біз қазір мынау кіші қызыл объемымыздағы свечаға, мына свечаға полный high-low бағасынан Fibonacci сызығын сызамыз. Fibonacci сызығын сызып аламыз. Осылай сол бір свечаға сызып алғаннан кейін біздің мына нәрсеге мән береміз. Подтверждающий объем бойындағы свеча қай жақта жүр? Міне подтверждающий біздің объемымызда қызыл ғой. Қызыл свеча Fibonacciдің жоғарығында жүр. Яғни бізде байға, яғни Fibonacci сызғаннан кейін тренд бүйтіп жоғары қарай кететін болса, бізге байға, яғни лонг позицияға сделка ашуға сигнал берді. Мынау біздің зонамыз, мынау бай зонамыз деп аталады. Яғни біз байға кірсек болады. 4112 осы подтверждениені күткеннен кейін барып біз бай лимит деп лимитный ордер қоямыз. Бай лимит деп. Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде бағамыз келген осы уровеньге 4112 деген уровеньнен сделкамыз мына свечамыз ашылды. Одан кейін барып жоғары қарай өсіп берген 4112-ден 4120-ға дейін, яғни $8. Яғни бұл деген сөз 80 пипс қозғалыс берген. Даже одан кейінгі мына свечамыз, мына жерге дейін, мынау осыдан кейін шыққан свечамыздың фитилі осы жерге дейін кеп берген, яғни 4133-ге дейін. Дәл осы жерде біздің тейктерімізді қалай қоямыз? Мынау зона бізде бай зона, стоп-лоссымыз. Осы зонадан сәл төменірек қоямыз. 4105 деген біздің стоп-лоссымыз болады. Осы жерлерге келген кезде бай деп осы зонадан біз сделкалар ашамыз. Алғашқы тейкті, бірінші тейкті 30 пипс, яғни $3 қойсаңыз болады. Екінші тейкті 60 пипс, үшінші тейкті 90 пипс немесе 100 пипстік қозғалыстармен тейк профиттерді қойсаңыз болады. Яғни бірінші тейк $3, екінші тейкті $60, яғни 60 пипс $6 тейкпен қойсаңыз болады. Үшінші тейкті $9, яғни 90 пипстік тейктермен жауып алсаңыз болады сделкаңызды. Түсіндіре алдым ғой? Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Стоп-лоссымыз осы зонаның сәл төменгі жағы болады. Мына зонамыз 4107-ден біткен ғой. 4505-ке біз стоп-лоссты ретінде қойсақ болады. Осы кезде мына жерде идеальный отработкасын берген 4000 біздің 3 тейкімізді алып беріп и дальше ликвидировать еткен мына жерде. Дальше больше құлатып, ликвидтердің барлығын шешіп алып, стоптарды жинап, дальше өсіп кеткен. Міне осы стратегиямыз. Келесісі тағы көрейік басқа қандай көріністер бар екен бұл жерде. Мысал үшін мынау алып қарастырып көрейік мынау. Яғни міне осы малый объем, осы свечаға сыздық, одан кейін подтверждающий объем бізде міне жоғары жағында тұр. Одан кейін жоғары жағында тұрса, бізге осы зона бай зонаға подтверждениені беріп тұр деген сөз. Яғни 4142 мен 4132 деген аралықтағы зона, осы зонамыз біздің бай зонасы деп аталады. Енді біздің осы негізгі ТВХ-мыз 4142, яғни байға ашатын болсақ, үстіңгі сызығы ТВХ ретінде саналады. Ал мына зоналардан біз сделкаға кіреміз. Бұл жерден доливать етеміз, доливкалар жасаймыз. Стоп-лоссты сәл осы зонаның асты жақтарынан қоямыз. 4130 деп стоп-лоссты қойсақ болады осы жерде. Түсіндіре алдым ғой? Енді қараңыздар, баға бізде келді. Мына қызыл свечамен осы жерде біздің сделкаларымыз мына жоғары қарай жарды ғой. Біз только болды осы зонаға buy limit деп қоямыз. То есть міне былай мына ең шетінде 4 бұрыштың бұрын мына жерде buy limit деп осы жерден біз сделкаларды қоямыз. Установить етеміз.
take profitті мына жерге қойсақ болады. Осылайша біз установить етіп шығамыз. Каждый уровеньдерге бай лимиттерді қойып шығамыз. Түсіндіре алдым ғой, бай лимиттерді қойып шығамыз осы зонада. Сөйтіп, одан кейінгі міне на свеча ашылды біздің сделкамыз. Ашылғаннан кейін бұл қалай өсіп берген, қалай әдемі отработка жасап берген. Көрдіңіздер ма? Дальше больше өскен. Біз жерде жаңа айттым ғой, 3 take профиттарды қоямыз. Бірінші take 30 пипс, яғни $3. Екінші take 60 пипс, яғни $6. Үшінші take бізде 90 пипс, яғни $9-ға take профиттерді қоямыз. Біз бірінші take'ке жеткен кезде сделкамыздың 70%-ын жауып алып, қалғанын буға қойсақ болады. Яғни бу деген безу бітік. Стоп-лоссты осы жерде ашылған бағамызға жылжытып қоямыз и дальше больше бағаның өскенін қуалай берсек болады. Take profitті де алып тастап, баға қай жерге дейін барады деген сияқты. Артынан бу қоласақ болады. Мына жерде қараңыздар, 4142-ден қалай өсіп берген, қалай идеально отработать берген. 4213-ге 18-ге дейін барып берді. Көрдіңіздер ғой? Осылай идеально отработкасын береді. Бұл бізде байдың көрінісі. Бай лимитке сделкалар ашудың көрінісі. Мына уже отработка беріп қойған зона, мен бұл бай лимиттерді өшіріп тастайын. Бай лимит деген не ол? Бай лимит деген, кстати, біз сделканы запланировать етіп қоямыз. Когда цена осы уровеньге келген кезде, біздің сделкамыз сол кезде ашылады. Сол кезде ашылып, бүйтіп орындап береді. Сол бай лимит деген. Так, бізде қазір өзі негізі тренд, аптренд болғандықтан кейін, кстати, тек қана байға ашамыз. Трендіміз как только разворот жасап, даунтренд болып құлап келе жатқан кезде ғана біз sell-ға, яғни шорт позицияға кіретін позицияларды анықтаймыз. Мысалы, мен өткен архивтерді қарайын. Тағы да басқа архивтерді, алтынның одан кейінгі қозғалыстарын и сол жерден қарап көрейік. Опа. Мысалға, мына жерде бізде кіші қызыл объем бар. Көрдіңіздер ме? Артында тұр. Одан кейін 5 жасылдан кейін үлкен подтверждающий объем бар. Мына жерге сызып көрейік. Fibonacci сызығын сызамыз. Fibonacci сызығымызды сызып аламыз. Полный свечаның high low-на сызамыз. Бізде мына свеча екен. Свечаларға өте мұқият болу керек, мән беру керек. Мына осылайша сызып аламыз. Сызып алғаннан кейін міне бізге подтверждающий объем бойындағы свеча бізде Fibonacciдің төменгі жағында жатып тұр. Оппа, бұл деген сөз бізде мына зонамыз sell зонасына, яғни шорт позицияға сделка ашуға мүмкіндік беріп тұр. Енді біз астын бұзғаннан кейін күтеміз бағаның осы біздің бағамызға, зонамызға келгеннен sell-ға кіретімізді күтеміз. 3392 дегенмен 95 аралықтар ғой, 95 пен 92 аралығы. Осы зонаға келгенін күтеміз. Sell лимит қойып қоямыз. Sell лимит енді бағаның келгенін күтеміз. Қалай келіп орындап бергенін. Міне, қараңыздар, мына зонада әдемі отработкасын берген. Көрдіңіздер ма? Баға міне осылай келді мына зонаға и дальше 3392-ден ашылды, 3373-ге дейін, яғни $20 құлап берді. Бұл деген сөз 200 пипс. 0.05 деген сделкамен ашатын болсаңыз, сіз $100, $20, 5 штук, $100 прибыльді табатын едіңіз осы стрелкамен. Как только осы зона бір рет отработкасын береді ғой, все болды, удаляем. Қайттан кіріп, бұл зонаның отработкасын күтіп керек емес. Бір рет отработка, все, сделкаларымызды алдық, шығып кеттік, дальше удалить етіп тастаймыз. Қайтып кіріп, күтіп отырмаңыздар. Түсіндіре алдым ғой, мысалға тағы мына бір жерлерді көрейік. Так, мына жерде мына малый объем, кіші қызыл объем, потом 4 жасыл объемнан кейін мына объемнан үлкенірек объем шықты. Мына объем, мына свеча. Осы свечаға Fibonacci сызығымызды тартып аламыз. Fibonacci сызығымызды тартамыз. Міне, сол жақ жоғарғы бұрышында телефонда көрініп тұрады қай жерде екен. Потом міне қараймыз, подтверждающий объемымыз Fibonacciдің төмен жағында орналасқан, яғни бұл бізге sell-ға подтверждение берді. Мынау біздің sell зонамыз болып есептеледі. 3332 мен 3324 деген бағалар біздің sell зонамыз. Енді sell лимит қоямыз осы жерге, sell лимит деп, мына жерде sell лимит деген сөз, ол бізде нені білдіреді? Яғни баға осы жерге келген кезде sell-ға өзі сделка ашылады деген сөзді білдіреді. Енді бағаның осында келуін күтеміз. Баға мына жерде мына свечаны көріп тұрсыздар ғой, мына жерде үлкен бір импульс болған.
Бұл кез, кстати, бұл стратегия жұмыс жасамайды мына кезде. Үлкен жаңалықтардың алдында осындай импульстарға ілініп қаласыздар. Мына жерді көріп тұрсыздар ғой, үлкен импульспен ары қарай жоғарыға кетіп қалған тұғын. Егер жаңалық уақытына жақындап қалған кезде сіздің қойған лимитный ордерлеріңіз тұратын болса, оларды удалить етіп тастаңыздар. Как только жаңалық бітеді, сол кезде жайлап кіре бересіздер. Жаңалық кезінде стратегиялар жұмыс жасамай қойды, өйткені импульспен кеткен. Мына жерде бізде сол 1 август non-farm жаңалығы болған, сол non-farm жаңалығынан ары қарай жоғары қарай тесіп өткен. Жаңалық кезінде мүлдем кірмеңіздер, жарай ма? Ескерілетін моменті. Осы моменті міне отработкасын бермей кетіп қалған мына моменті. Тағы басқа моментті көрейік. Так, басқа моментті көрейік, басқа тақты бағаларда. Жаңалық кезінде стратегиялар жұмыс жасамай қояды. Соны ескеріңіздер, достар. Мына бір малый объем, одан кейін үлкен подтверждающий объем бар, екі жасылдан кейін. Мына свечаға Fibonacci сызған сызамыз. Полный high мен low бағасын, жоғарғы мен төменгі бағасымен. Малый объем, потом сол свечаға сыздық. Подтверждающий объемымыз біздің Fibonacci'дің төмен жағында тұр. Одан кейін мына зона бізде sell зонасы болып қалып қалады. 3358 бен 3353. Осы зона бізде sell зона. Енді бағаның осы зонамызға келгенін біз күтіп отырамыз. Мына зонада қараңыздар, идеально отработты. Жалпы тейктерін қалай қоямыз? Тейктерін $3 қойып отырамыз. Бірінші тейк, екінші тейкімізді біз $6. Үшінші тейк $9 тейкпен ұстап отырамыз. Мына жерде біздің бағамыз келді, 3352-ден ашылды, бұл құлап берді 3340-қа дейін $12 құлап берді. Көрдіңіздер ме? Біз осылайша өзіміздің сделкамызды, прибылімізді алып шығып кетеміз. Мына зонамызда отработкасын жасап берді. Осы жерден бір рет отработка жасады ма, все, болды. Ары қарай келесі отработкаларын күтіп отырмаймыз. Осылайша біз сделкамыздан прибылімізді алып аламыз. Стратегия түсінікті деп ойлаймын. Ал стратегия сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Осы стратегияны көріңіз, практиковаться етіп көріңіз, енгізіп көріңіз миыңызға. Бұл біздегі тек қана бір ғана стратегия. Дәл осындай бізде 5 стратегия бар. Алтында How USD-де 95% жағдайда орындап беретін 5 стратегия бар. Бұл 5 стратегияны мен өзімізде, командамызбен трейдингте табыс тауып жүрік. Не только біз, шәкірттеріміз де неше түрлі профиттар жасап, өздерінің трейдингтен табыстарын тауып жүрді. Міне сенбесеңіздер, мына жерде біздің фотоларымыз, отзывтарымыздың барлығы осында тұрады. Ал енді осы 5 стратегияны біз Telegram каналда, жабық каналда арнайы сапалы етіп түсіріп дайындап қойғанбыз. Трейдингте тіпті опытыңыз болмаса да сіз оны үйреніп кете аласыз. Онымен қоса видео сабақ беріп қана қоймай, сіздерге үй жұмысын тексеріп отырамыз. Бізде сондай кураторлар, мамандарымызға кез келген уақытта жазсаңыздар, біз сіздерге жауап беріп отырамыз. Telegram каналдың бағасы 100 000 теңге тұрады. Бұл 5 стратегияның бағасы. Нарықта даже өзіңіз де білесіз ғой, неше түрлі сабақтардың барлығы 300 000, 200 000, 500 000 теңге тұрады стратегиялардың балы. Ал бұл бізде 100 000 теңге тұрады. Бірақ та дәл қазір бүгін осы видеоны көріп отырғаныңыз үшін сізге мен арнайы супер жеңілдік жасағым келіп отыр. Бүгін тіркелген алғашқы 10 адамға 90% жеңілдікпен небәрі 9990 теңгеге осы каналды беремін. Каналға доступ мәңгіге болады. Үй жұмысын тексеріп отырамыз, және тіркелгеніңіз үшін біздің сигнал каналымызға тегін доступты мен сіздерге сыйлайтын боламын. Сигнал каналдағы бір сигналдың өзінен сіз бұл сумманы ақтап аласыз. 9990 теңге. Дәл қазір толықтағы басқа қалған сұрақтарыңыз, ақпарат алғыңыз келсе, мына WhatsApp номерге жазыңыз, немесе дайректке маған Instagramға өтіп жазсаңыз болады. Ендеше мен сізді күтемін. Құдай қаласа, трейдингтегі минусыңыздан бірге шығып, профиттарыңыздың көп болуына бірге қадам жасайық. Давайте келіңіз, мен сізді күтемін, WhatsApp менеджерге жазыңыз. Айтпақшы, стратегияны меңгеріп алғаннан кейін, стратегия бойынша 5 сделка ашып, соның 3-і минус болса, мен сіздің ақшаңызды қайтарып беруге де дайынмын. Сондықтан көп ойланбай WhatsApp менеджерге жазыңыз, мен сізді күтемін.